Сәлем достар, бүгін қабатталған қамырдан етті бәліш жасаймыз. Сәбіз бен картошканы үткіштен өткізіп, етке қосамыз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Етімізге тұз және бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Қабатталған қамырды екіге бөліп домғалаққа жаямыз. Дайын болған қамырымызға салындымызды жаямыз. Сүзбені үткіштен өткізіп, бетіне себеміз. Бәліштің бетін қамырмен жабамыз. Бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Дайын болған бәлішімізді 200 градусте дағы пешке салып 30 минут пісіреміз.